Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен пломбир тортын жасайтын боламыз. Ол үшін біз бисквитін жасап аламыз. Ең бірінші біз 5 жұмыртқаға 150 грамм қант қосып, миксермен аппақ көбік болғанға шейін араластырып аламыз. Және де 1 минут сайын жылдамдығын көтеріп отырамыз. Достар, мінекей миксермен осындай аппақ көбік болғанға шейін араластырып алдық. Осылай қылып араластыру үшін бізге 10 минут уақыт кетеді. Енді біз оның көбігін құртып алмай, ұн қосып, ақырындап араластырамыз. Осылай кішкенеден ғана қосып отырамыз. Мінекей достар, ұнның бәрін қосып жақсылап араластырып алдық. Енді біз оны мынандай формаға құямыз. Менің формамның диаметрі 24 сантиметр. Мен оның астына пергамент салып, және де майлап алдым. Достар, енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Примерно 30-35 минут. Достар, енді біз заварной крем жасаймыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқаға 500 мл сүт, және де қант қосып, қант ерігенше араластырып аламыз. Енді біз оның үстіне 60 грамм кукурузный крахмал қосамыз. Араластырамыз. Енді біз бұны отқа қоямыз. Орташа отта қоюланғанша осылай араластырып тұрамыз. Мінекей достар, бізде осылай қоюланып келе жатыр. Мінекей достар, біздің заварной основа дайын. Енді біз бұның бетін жауып, бөлме температурасында суытып қойып қоямыз. Мінекей достар, бисквит пісті. Енді біз бұны суытып қойып қоямыз. Ыстық күйінде кесуге немесе формадан шығаруға болмайды. Достар, біз кремді жасауды жалғастырамыз. Ең бірінші біз жұмсақ сары майға ванильный сахар қосып, аппақ болғанша араластырамыз. Мінекей аппақ болғанша араластырып алдық. Енді мен оның үстіне заварной основаны бір қасықтан қоса отырып, кремді жасап аламыз. Мінекей достар, біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинау ғана қалды. Мен бисквитті осындай 3 коржыға бөліп алдым. Кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Әлі осылай барлық қоржыға жасап шығамыз. Мінекей біз тортымызды жинап алдық. Достар, кез келген нәрсемен сәндей берсеңіздер болады. Біз какаомен сәндейміз.
Енді ортасындағы жүрегін алып тастаймыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығы үйдегі бар заттар. Енді біз бұны пропиткаға түнге қойып қоямыз. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.